Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тез әрі дәмді тағамдардың бірімен бөлісетін боламын. Бұл енді фастфуд болып келеді. Бургер Кинг, KFC-дан дым кемшілігі жоқ. Балалардың сүйіп жейтін тағамы. Бізге небары тауық филесі, ұн және су қажет болады. Және де тұз қалауыңыз бойынша әртүрлі дәмдеуіштер қосамыз. Ұнымызды бір ыдысқа сеуіп аламыз да үстінен тұз қосамыз. Қара бұрыш мен әртүрлі қоспасы бар приправа дәмдеуіш салдым. Егер сіз ащы қылдырып жасағыңыз келсе, қызыл бұрыш немесе паприка қосуыңызға болады. Тауығымыздың да үстіне тұз себеміз, қара бұрыш себеміз, жақсылап жағып шығамыз екі жағынан да. Бұл тағамның аты стрипсы болып келеді. Және менің дайындаған тағамдарым ұнап жатса, міндетті түрде менің парақшама тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Алдағы уақытта қызықты рецепттерді өткізіп алмау үшін колокольчик батырмасын баса кетіңіздер. Келесі ыдысымызға салқын немесе бөлме температурасындағы суымызды құйып аламыз. Судың орнына жұмыртқаны да, 2 жұмыртқаны алып жарып, араластырып, онымен де дайындауымызға болады. Бірақ мен қарапайым әдісімен дайындауды жөн көрдім. Енді тауығымызға көшетін боламыз. Тауықты осылай ұзынша қылып бөлшектеп турайтын боламыз. Бұл рецепт бойынша тауықты, суды, ұнды осындай мөлшерде алыңдар деп айта алмаймын. Бәрі сіздің тауығыңыздың көлеміне байланысты. Ұнды да суды да келістіріп аласыз. Шұңғыл ыдыс алып, оның ішіне сұйық майды құйып, қыздырып аламыз. Енді тауық бөлшектерін алып, ұнымызға жақсылап жан-жағынан малып шығамыз. Содан кейін суға саламыз да, қайтадан ұнға салып, жан-жағын жақсылап ұнға араластырамыз. Солай 2-3 рет қайталап жасап шығып, қызып тұрған майымызға ақырын салып, қызарғанша жақсылап қуырып шығамыз. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін басқа ракурста. Көріп тұрғаныңыздай тауықты осылай 2-3 рет қайталап су мен ұнға малып араластырдым. Мінекей, өте дәмді қытырлаған стрипсыларымыз дайын болды. Балдарыңызға дайындап берсеңіз, сізге рахмет айтатын болады. Ешқандай кафенің тамағын сұрамайтын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.